Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай алмұрт қосылған пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан шығатын ерекше өте жұмсақ дәмді пирог. Барлықтарыңызды жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Қанымызды құямыз, сұйық майымызды құямыз. Миксеріміздің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Мұнда ұнымызды саламыз. Ұнымызды екі бөлікке бөліп салатын боламыз. Үстінен разрыхителімізді саламыз. Міндетті түрде ұнымызды елекіштен өткізетін боламыз. Ұнымыздың екінші бөлігін саламыз. Миксердің көмегімен тағы да араластырып аламыз. Лопаткамыздың көмегімен осылай қамырымыздың жан жағындағы ұндарын қамырға біріктіріп шығамыз. Міндетті түрде астынан жоғары қарай араластырасыздар. Дәл осылай қараңыздар. Астынан жоғары. Міне астынан и жоғары араластырасыздар. Ал енді пирогымыздың ішіне салғанға осылай 2 груша аламын мен. И қазір қабығын және де ортасындағы дәндерінен тазалайтын боламыз. И осылай мен сияқты етіп, қатты ірі емес, қатты майда емес қылып турап аламыз. Қалған грушамыздың да бөліктерін дәл осындай қылып турап алатын боламыз. Міне достар, мен осылай грушаларымды турап алдым. Ал енді осы пирогымыздың қамырына қосатын боламыз грушамызды. Және де астынан алып осылай қамырымызды араластырамыз. Астынан жоғарыға қарай реттілікпен араластырамыз. Дәл осылай. Міне достар. Міне осылай араластырып бір шетке қоямыз. Ал енді біз пирогымыздың бетін сәндеу үшін кішкене ұнымызды салып аламыз. Барлығын описание бөлімінде қалдырамын, қанша граммнан қосу керек екенін. Мұнда сары май, қант және де осы үшеуін қолыңызбен жақсылап езіп араластырасыздар. Міне достар, дәл осындай қылып жасап аласыздар. Қараңыздар. Міне. Міне достар, дәл осындай орташа көлемдегі табаны дайындап, ортасына пергамент қағазын салып алдым. Ал енді пирогымыздың қамырын құятын боламыз үстінен. Осылай кішкене шет-шетіне қарай жағып қоясыздар, түзулеп бетін. Қараңыздар, бетін осылай түзулеп шығамыз.
Ал енді достар, жаңағы дайындап қойған осындай крошкаларымызды осы пирогымыздың бетінен сүйіп шығатын боламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Ал енді қазір пісіруге пешке жіберетін боламыз. 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Осылай формасынан шешіп алдым. Қазір сіздерге кескендегі көрінісін көрсетемін. Қараңыздар, өте үлпілдек, нәзік, өте дәмді пирог дайын болды. Қараңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер.